Қайырлы күн, оқушылар. Біз бүгін екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулер жүйесін шешудің графиктік тәсілімен танысатын боламыз. Мысалдар қарастырайық. Бірінші мысал. Бізге мынау теңдеулер жүйесі берілген. X-тің квадраты қосылған Y-тің квадраты тең болады 16-ға. Және Y тең болады минус X квадрат қосылған 2X қосу 4. Теңдеулер жүйесінің графиктік тәсілмен шешу үшін біз бір координаталық жазықтыққа осы екі теңдеудің графигін саламыз және олардың қиылысу нүктелерін табамыз. Бізге беріп тұрған бірінші теңдеу бұл шеңбердің теңдеуі. X-тің квадраты қосылған Y-тің квадраты тең болады 16 деген. Центрі координаталары бас нүктесінде жатыр, 0-ден 0 нүктесінде, және радиусы 4-ке тең болатын шеңбер. Екінші беріліп тұрған функция ол квадраттық функция. Y тең болады минус X квадрат қосылған 2X қосу 4. Оның графигі парабола. Параболаны салу үшін бізге оның төбесі және координата осьтерімен қиылысу нүктелері керек. Парабола төбесін табайық. Ол үшін түрлендіру жүргізейік. X-тің квадраты азайтылған 2X. Бұған 1-ді қосып 1-ді алайық. Яғни біз толық квадратты айырамыз қазір. Қосу 4 тең болады минус, мынау алғашқы үшеуі бұл X минус 1-дің квадратын береді. Және мынау минус 1-ді біз жақшаның сыртына шығаратын болсақ, ол плюс 1 болып шығады. Мынау 4-пенен қосылады, плюс 5 болады. Соменен Y тең болады минус X минус 1-дің квадраты плюс 5. Осы түрде жазып алдық. Енді параболаның төбесін жазуымызға болады. Параболаның төбесі көрініп тұр 1-де 5 нүктесі екендігі. Келесі OX осьмен қиылысу нүктесін табайық. Ол үшін мынау теңдеуде Y-тің орнына 0-ді қойып, X тауып алайық. Минус X азайтылған 1-дің квадраты қосу 5 тең болады 0-ге. Бұдан X минус 1-дің квадраты 5-ке тең екендігі шығады. Және X минус 1-іміз минус түбірасты 5-ке. X минус 1-іміз түбірасты 5-ке тең екен. Бірінші жағдайдан X табатын болсақ, X тең болады 1 минус түбірастында 5-ке. Екінші X тең болады 1 қосу түбірасты 5. Енді OY осьмен қиылысу нүктесін табайық. Ол үшін X 0-ге тең болу керек. Теңдеуде X 0-ге тең болса, Y 4-ке тең болатындығы көрініп тұр. Y тең болады 4. Сонымен X осьмен қиылысу нүктелері 1 минус түбірасты 5-те 0 және 1 плюс түбірасты 5-те 0, ал Y осьмен қиылысу нүктесі 0-де 4. Сонымен бір координаталық жазықтыққа шеңберімізбенен параболамызды салайық. Бірінші шеңберіміздің центрі O нүктесінде, координаталар бас нүктесінде және радиусы 4-ке тең болады. Ол мынау шеңбер. Енді параболаны саламыз. Параболаның төбесі 1-де 5 нүктесінде жатыр. Және X осьмен қиылысу нүктелері шамамен минус 1,2 және 3,2 нүктелері. Параболаны жүргізейік. Неке көріп отырсыздар. Енді мына шеңбердің бойындағы әрбір нүктенің координатасы мына теңдеудің шешімі болады. Ал параболаның бойындағы әрбір нүктенің координатасы екінші теңдеудің шешімі болады. Енді осы екі қисықтың қиылысу нүктелерін табайық. A нүктесі, B нүктесі, C нүктесі және D нүктесі. Міне оқушылар, осы қиылысу нүктелері, A, B, C, D нүктелері, олар параболаға да тиісті және шеңберге де тиісті. Олай болатын болса, бұл 4 нүктенің координаталары беріліп тұрған жүйенің шешімдері болады. Сонымен A нүктесінің координатасын қарап отырсаңыздар, X-і шамаменен 2,3-ке тең, ал Y-і 3,3-ке тең жуықтағанда. B нүктесінің координаталары
x шамамен 3,6-ға, ал y минус 1,7-ге тең деп алуға болады екен. С нүктесінің координаталары x 2-ге минус 2-ге жетіңкіремей тұр, яғни минус 1,9 жұқтап, ал y минус 3,5. Ал енді D нүктесінің координаталары x 0-ге, ал y 4-ге тең екен. Жауабы 2,3-те 3,3. Келесі 3,6-да минус 1,7. Минус 1,9-да минус 3,5. Және 0-де 4. Енді екінші мысалды қарастырайық. Бізге мынау теңдеулер жүйесі берілген. Y-тен болады минус 8 бөлінген x. Және Y-тен болады 2 азайтылған x. Тағы да алдыңғы мысалдағы сияқты осы екі теңдеудің графиктерін бір координаталық жазықтыққа салайық және олардың қиылысу нүктелерін табайық. Бізге берілген бірінші теңдеу ол кері пропорционалдық тәуелділікті анықтайтын теңдеу. Y-тен болады минус 8 бөлінген x. Оның графигі гипербола болады. X 0-ге тең бола алмайтындығын біз білеміз. Енді график салу үшін қазір графикке тиісті бірнеше нүктелердің координаталарын тауып алайық. X-ке 1 беретін болсақ, Y-іміз минус 8-ге тең. 2 беретін болсақ, минус 4-ге тең. 4-ті берсек, минус 2-ге тең болады. Және 8-ді берсек, минус 1-ге тең болады. Бұл гипербола тармақтары екінші және 4-ші ширекке тиісті. Қазір біз мына нүктелер арқылы 4-ші ширектегі тармақты салып алатын болсақ, онда бұл тақ функция болғандықтан, біз оны координаталар бас нүктесіне қатысты симметриялы түрде бейнелеп, екінші ширектегі бөлігін ала аламыз. Енді екінші бізге беріліп тұрған түзу Y-тен болады 2 минус x. Яғни x 0-ге тең болғанда Y 2-ге тең болады. Және x 2-ге тең болғанда Y 0-ге тең болады. Осы нүктелерді белгілесек, түзуді салу үшін ол жеткілікті болады. Енді теңдеулердің графиктерін салайық. Бірінші гиперболаны саламыз. Қажетті нүктелерді белгілеп алайық. Мінекей, мынау гипербола тармақтары екінші және 4-ші ширектерде жатыр. Енді түзуді салатын болсақ, мынау түзуіміз 2 минус x түзуі. Олардың қиылысу нүктелері A және B нүктелері. Мінекей. Енді осы екі нүктенің координатасын қараңыздар. A нүктесінің координатасы минус 2-де 4 нүктесі екені көрініп тұр. Және B нүктесінің координатасы 4-те минус 2 нүктесі. Мінекей, осы екі нүктенің координаталары мына берілген теңдеулер жүйесінің шешімдері болып табылады екен. Есептің жауабын жазайық. Жауабы минус 2-де 4 және 4-те минус 2. Сонымен оқушылар, біз бүгін екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулер жүйесін шешудің графиктік тәсілін үйрендік. Енді өздеріңіз үйден есептер шығарып, бүгінгі өтілген сабақты пысықтаңыздар. Мен сіздерге мынау екі есепті дайындадым. Сабақ аяқталды, сау болыңыздар.